саламатсыздарма, менің есімім Эльвира, Астана қаласының тұрғынымын. Екі қызым бар, үлкені 7 жаста, екіншісі 6 жаста. Үлкен қызда бізде, екі қызда да лямбез болды, проблемадан аллергия болды. Екінші қызда дисплазиядан кальций тоже төмен болды. Судан алып іштік, аппетит тоже төмен болды, аппетиттері, тамақ дұрыс жемейді. Соны ішкіздік, результат болды, 2 ай ішкіздік. Дурамаринді жұмыс жайымда бір кісіден білдім. Сол кісі маған жаңағындай кеңес берді, алып ішуге. Жаңағындай баласында тоже аппетит төмен болған. Біз де іштік. Через интернет бердік, заявка бердік. 3-4 күнде жеткізіп берді. 3 күн бір қасықтан іштік, чайный ложкамен, таңертең кешкісін. До еды ішкіздім екеуіне де. 3 күннен кейін уже 2 қасықтан, 2 чайный ложкадан таңертең, 2 кешкісін. Уақытылы звондап, қалай ішкізіп жатсыздар, қандай результат болып жатыр, оның барлығын қадағалап айтып тұрды. Үстерінде аллергия болып шықты, бастады біріншісінен. Қандай сладкий жесін, цитрусовый фрукты жесін, солай шығатын үстіне. Результат бар, кәдімгідей байқалды. Бірінші жағынан сол құрттан іші көп ауыратын, ол басылды, кәдімгідей басылды. Тамақ ішу жағынан кішкене тоже өзгеріс бар. Алдыңғыдай былай қинап нетпейміз. Отырғызамыз, өздері алып ішіп жеп солай нетті. Алдында деген прям заставить етіп, тамағын аузына салып сөйтетінбіз. Екіншіден сол. Рахметімізді айтамыз Дурамаринға. Звондаған уақытта 2-3 күнде жеткізіп берді. Іштік, результаты өте жақсы. Арасын үзбей ішеміз деген тағы да неміз бар, ойымыз бар. Сол. Врачтарына тоже рахмет. Постоянно звондап, қадағалап, қалай ішесіздер, қандай результат болып жатыр, бүкілін сұрап біліп отыратын.